Біз бірінші Анталияға бардық. Анталиядан кейін Стамбулға ұштық. Стамбулда бізді жаңа сол Сирияға жолға көмектесетін Осман деген кісі адам жіберді. Сол екі адам бізді күтіп алды сол жерде. Сосын сол Сирияда Турцияда, Стамбулда 1,5 ай тұрдық та. Одан кейін Сирияға 16 октябрьде кірдік. Сосын әкем мен ағамның ықпалымен сол жаққа кеттік. Бірақ бізге айтқанда ол жақта соғыс деп айтқан жоқ еді. Біздің үйде әкемнің айтқаны заң еді. Сен барасың ба, бармайсың ба деп сұрамайтын да, жаңағы інімді 97 жылы намаз оқымайтын, оның өзін қинап алып кеткен әкем. Сосын сол жақта тұрмысқа шықтым. Кімге шықтыңыз? Лезгинге, Лезгин, әзірбайжандық Лезгинге шықтым. Оның аты кім? Зейд, Абу Зейд. Немен айналыстыңыз? Мен күйеуім қатал қызған жақ болғандықтан мен үйден шыққан жоқпын. Ол жақта барған соң ауырдым, бауырым. Балам ішімде өліп қала берді, бір емес екі мәрте. Бомба, сондай өртеп. Одан кейін даже анашыммен біз мынандай екі двор бар ғой, тұратынбыз осындай подъезде ше, жібермейтін сол жаққа шығармайтын, сабақтарға, ештеңеге ешкіммен араластырғызбайтын, шығармайтын, тек үйде отыратынмын, енемнің қасында. Ол сондай, тек қорқынышпен, бүгін өлем, ертең өлем деп, сондай еді өмір. Дальше өмір сүрмейсің да ше, ондай жоқ та, өмір сүрем ау деген, потому что күнде бомбалайтын да, уже невозможно өмір сүрем деп айту. Сонда жерден аман-есен келіп тұрмын ақым қаламын. Ауырдым. Тек ауырдым. Жүре алмадым, төсекте жаттым, потому что расширенная вена деді, слабость, тамақ жоқ ояқта, шаштарым бәрі төгілді көріп, тек жататын едім. Бір жерде жасырынып тұрдық үйде, қаштық жаңағы Игілдің адамдарынан жасырындық. Потому что қайтам десең, казнь етіп тастайтын болды. Мен інімді бір рет үйге штурмовать етіп келді да, жаңағы Игілдің адамдары сөйтіп, бір інім қап кетті үйде алған қауыммен, жаңағы қыздың киімін киізіп қалдырдық та, ал екіншім мен үлкен болған кейін оны кияған жоқ ондай, оны алып кетті. 3,5 жыл түрмеде отырып шықты сол жерде. 3,5 ай түрмеде отырып шықты да, одан кейін шығарды. Өздерінің түрмелері бар жаңағы. Не үшін ол? Қайтам деген сол жаңағы, Игіл дұрыс емес деп қайтам деген адамдарды сор қамап тастайды. Или өлтіреді, болмаса казнь етеді. Егер сен үстінен көп заявление түсетін болса, сен уже казнь қылады, өлтіріп тастайды сені. Ал егер ондай жоқ болмаса, мақұл деп жібереді бірақ. Ол жақта сіздер хиджаб киіп жүрдіңіздер? Я niqab кидік полный. Қара киіндік. Потому что ол жақта закон сондай тұғын. Ол жақта ашық болса, сен ұрсатын, наказание болатын да, как. Қандай? Дүре соқтырады, титандай ұрады деген. Бірақ онда көрген жоқ көзім, по плечи да ұратын маған. Мен өкінем барғанмын. Бармағанда әкем, ағам бәріміз бірге бар екен. Біз өз білмедік, егер білгенімде ғой әкемдердің бәрін кетпес едім шыны керек. Өкінем барғаныма сонша қиыншылықтар. Бізге ешкім келіп олай айтқан жоқ. Ойға бара салысымен бәрімізді заставить етіп соғыстыруға. Әкем үлкен кісі еді, жеңестері, соның өзін заставить етіп соғыстыруға. 14 жасар інімді ақша бермей, соғысу керек. Соғыспасаң сен самый ең жаман адам боласың да, соғыспасаң. Бәрі саған жаман қарайды, соғысуың керек, сондай. Тек соғыс темасы еді. Соғысасың, өлесің. Кейін өлу обычный нәрсе болып қалды. Бәрі маған ондай обычный емес, потому что өзіңнің отбасының адам кетеді да. Ал бірақ танитын адамдарың күнде өле береді да. Өкінем әкемдердің жоқтықтарынан. Сондай қиыншылық көрдік. Ашаршылық көрдік, отырып жедік, кебек, шөптер жедік. Қанша күн аш жүрген күндеріміз болды. Потому что ол жақ кірсең қайтып шыға алмайтын жер еді. Потому что 2015 жыл кіргендердің өзі шығамыз дегенде шығармайтын. Сондай тактика болды да, шығару болмайды ешкімді шығаруға. Ешкім шығарған жоқ жерден. Қанша жол ізде, қанша проводниктермен сөйлесіп бәрі сені ұстап алады. Күрттіріп алып пленге түсесің. Шығу невозможно болды. Қанша рет біз өзіміз жол іздедік, қайтамыз деп. Әкем қайтыс болғаннан кейін. Әкеңіз неден қайтыс болды? Әкем окружение қалып кетті, Раққа қаласында. Сол жерде под завалын бомбаланған кезде қалып кетті. Үйдің астында. Үлкен ағаңыз Жихадқа еді? Ол, Тапка қаласында ма, сол жерде штурмовать еткен кезде пуля тиіп, жүрегіне ма, оқ тиіп, содан өлді деп айтты.
өкіндім әкемдерін сол айырылып қалғандарыма әкемнен ше. Потому что кімнің жәннатқа кімнің тозаққа баратынын бір ғана Аллах біледі, дұрыс па? Ертең не болатынын біз білмейміз. Сол үшін маған ол ауыр тиді. Әр күнімізде кім өліп қалады екен, қайсымыз кетеміз деген сондай қорқыныш болды. Ол қуаныш емес, қорқыныш болып жүретін. Потому что қалаған жоқпыз әкемнің өлгенін бәріміз. Ол жерде тірі қалудың өзі қиын еді еркектерге. Потому что соғыспасаң уже заставить ете беретін. Еркектер азая береді. Кейін үлкен кісілерге дейін, кішкентай балдарға дейін соғыстарға шығарып жіберетін. Қуанам, тағы арман шығып аман-есен отбасыммен бірге болсам ғой деймін, інілерімді аман-есен көріп. Бұны қателік істемейміз қайтадан. Жақындарым жоғалту, әкемді, ағамды. Барлық өміріміз бір отбасының өмірін бәрін ойдан шығарып. Игылдан қашып шықтық біз түнде. Жаңағы мирный жителердің арқасынан жүріп, қашып күрттерге барып берілдік. Күрттерді депортты күттік 5 ай. 5 айдан кейін Қазақстан адамдары келді. Кім қайтады деп. Сол кезде соған барып жазылдық. Игылдың адамдары шығарған жоқ. Сол өзіміз қашып шықтық біз сол жерден. Бәрі андай уақыттар болмай, әркім өзінің отбасын алып қашып жүрген кезде біз сол кезде түнделетіп шықтық. Атак ол жол жүретін проводниктер барлығын тексеріп жүретін болды да. Кім кетіп жатыр, бізбен кім кетіп жатқан жоқ. Біз арқасына жүрдік солардың қап кетпейік деп қараңғыда шыққан кезде. Сөйтіп күрттерге барып берілдік. Шынымен де сол лагерьде болды. Бізге күрттер жақсы қарады. Сосын кейін Қазақстан келіп жазды. Қуанам Қазақстанға келгеніне. Ондай қателікті ешкім қайталамасын деймін. Ол жақтағы тура жол емес. Өз туған отандарыңызды тастамаңыздар деймін. Ата-аналарын жылатпасын деймін. Біз істеген қателік істемесін деймін. Білмейтін нәрсені бір-бірлеріне айтпасын деймін. Білмейтін информацияларды. Рахметімді айтамын, бізді өйстіп алып келгеніне, сондай қиыншылықтан Қазақстан Республикасынан. Мен ешқашан ойламадым қайтып келеміз деп. Мен ойладым, уже ол жақта бомбалай берген екен. Бүгін ертең өлеміз ғой деп. Сондай жерден аман-есен келдік. Бейбітшілік, тыныштық өмірді бағалаңыздар деймін. Бар нәрсеге шүкіршілік етейік. ИГИЛдің осы тұсауына қалай іліктіңіз, сол жөнінде айтып беріңізші. ИГИЛ-Даиш әскери адамдары мен әлеуметтік желіде отырған кезде бір белгісіз адам солардың маған әлеуметтік желіге шығады. Әлеуметтік желіден өзінің мұсылман екендігі шынайы және Құран хадистермен, нашидтермен, шариғаттағы болатын барлық ақида, фиқ сабақтарынан барлығынан білім бар екен өздерін көрсету деңгейімен маған өздерін таныстырады біріншіден. Сол таныстыру ары қарай жалғасып, маған олар айтады, сіз
қандай ақида ұстанасыз? Олардың бірінші жаңағы мәселесі айтқанда. Содан кейін өзіңіз мұсылман міндетін атқару керек деп айтты. Діни біліміңіз бар ма деп айтты. Содан мен жауап бердім. Мен өзімді мұсылманмын, Абу Ханифа бойынша намаз оқимын деп. Олардың басты менің көзқарасым, идеологиямды білмекші болды. Өзімнің біріншіден отбасымның фитна шиеленісумен отбасының қарым-қатынасын сұрады. Мен өзімнің отбасылық жағдайымды фитнаны түсіндірдім. Сондай қарым-қатынасым орташа екендігін. Соны басқа құрал ретінде олар алды. Мемлекеттен қалай кеттіңіз? Сіздің ақидаңыз дұрыс емес, Абу Ханифа ұстанған отбасыңыздағы фитнада ақида мәселесінен сіз үйден кетуіңіз керек, отбасылық жағдайдан. Бұл мемлекетте тұрмауға жаңағы көзқарастарын айтты. Нағыз мемлекет, нағыз ислам мемлекеті Шам, бұрынғы атауы Сирия деп олар маған түп нұсқасын жеткізді солай әлеуметтік желіден. Ары қарай мені жаңағы Игил Даиштың жаңағы қарулы заңсыз көндіретін әскери адамдары менің түп жаңағы отбасылық жағдайларымды пайдаланып, діни білімнің жоқтығын пайдаланып, жаңағы өзімнің тез адамға деген психологически ойлап қарасақ, тезірек алданып қалатынымды байқаған, көніп қалатынымды. Сіз хижрат ету керек, сіз деді. Елден кету керексіз. Тоқатерін айтқан кезде ол сізге ислам мемлекет емес деп баға береді олар. Ол жақта барсаң, кәдімгі соғыс болып отыр екен. Үлкен. Сондай түсінбейді олар, сондай ислам дінін адам өлтіру деген жоқ қой, былай айтқанда. Ислам дінінде мұсылман адамдар бір-біріне көмектесу керек. Мен онда кәдімгі таң қалдым және сене алмадым. Мен қалай онда барғанымды, кәдімгі соғыстың ортасына, ошағына барғанымды. Біріншіден олар жер-жерден мұсылмандар жинап алады. Әлеуметтік ғаламтор арқылы. Сосын кейін олардың басты қаруы мұсылман болса болды. Сол мұсылманның атын жамылады. Оларды біз жихадқа дайындаймыз деп оларды үгіттейді дағуатымен. Сол мен сияқты қарапайым мұсылман адамдар оларды көрмей-ақ әлеуметтік желіден сөздеріне сенеді. Сирияның аумағына кірген кезде уже қайда келгенін білмей қалып жатыр. Сол жаққа барғанда ол жақтағы өмір қандай болды? Соны айтыңызшы. Жағдайларыңыз қандай болды? Жағдайым ауыр болды. Да тамақ болмады. Киім болмады сондай. Суық сондай. Аш-жалаңаш адамдар далада қалып жатты. Үй жоқ, күй жоқ. Сол соғыстың әсерінен Игил Даиштың зиянында айтсам болады, былай айтқанда. Солардың зиянынан қаншама бейбақ адамдар, мысалы, далада үй күйі жоқ. Мысалы, мен өзім қарасам, өзімді баламен бардым, онда сондай суық үйде тұрдым мен. 4 қабырғада тамақ болмады, айтып кеттім ғой. Баламды немен асыраймын деп ойладым. Қатты өкінемін. Мен түсінген жоқпын, дін сондай
оңай болады деп ойладым. Осындай түскен олардың жаңағы мұсылман адамдарды қалай жинап анда және жихадқа шақырғанын, қалай оған көндігіп кеткенін мен түсінбеймін. Мен оның қалай құрсауына түсіп қалғанымды мысалы байқамадым. Бәрі уже кеш болды. Артқа баратын жол жоқ деп ойладым. Білесіз бе, мен сондай өлімнен қорықтым, өліп қалудан. Мен өзімді ғана ойламаймын бұл жерде. Балам қандай бір ана баласын ойлайды. Ол заңды нәрсе. Сол баламның обалына қалам деп ойладым. Мен рахмет айтам бірінші елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев бізді мысалы қабылдағанына қайтадан мен сияқты адасып алданып елге қайтып оралған және қыз бала, келіншектер, басқа да адамдар. Мен Қазақстан Республикасының халқынан кешірім сұраймын. Істеген қылмысымды және мойындаймын, алданып адасқанымды түсіндім, адасып және алданғанымды да түсіндім. Сондықтан мен елге келіп, осы Қазақстан Республикасына ашық түрде келдім. Өзімнің қылмысымды мойындап отырмын. Сондықтан қылмысқа сай жазамды алып отырмын. Ең бастысы және баламның мені кешіруін, есейгенде не себепті отырғанымды кешіруін өтінемін. Баламның мұндай қылмысқа бармауын тілеймін, ана болғасын ғой. Мен отбасымнан кешірім сұраймын. Оларды алдап кетіп қалғаным үшін. Балам күтіп жатыр мені. Мен балама барғым келеді. Баламның кешіруін сұраймын мен. Мен осы істі, осы қылмысты қайтадан қайталамауымды қайталамаймын деп ойлаймын. Қайталамаймын деп нақты бекем байлап отырмын. Алданбаймын деп отырмын оларға. Ондай адамдарға жаңағы сақтану керек. Қорқам, мен бастысы баламды жоғалтып алудан қорықтым, және өлімнен қорықтым. Адасқаныңызды түсіндіңіз ба? Осы уақытқа дейін отырғаныма мен түсіндім қателіктерімді. Мен өкінем. Әрине басында ойламай кеш болып, ешкіммен ақылдаспай, қалай қадам басқанымды білмеймін. Адастым мен, алданып ағым жолында, отырмын мен 4 қабырға байланып мына қолымда. Кешір мені, өкінемін, өтінем, ұлым менің дін жолында. Кешір мені деп.